Қайырлы күн достар, Аспаз Келін каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет қуырдақ дайындайтын боламыз. Жаңа сойылған малдың етінен, жылқының етінен дайындадым. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен өкпемізді турап аламыз, яғни ең бірінші өкпені қуырып алатын боламыз. Егер де сіз ішек қарынын қосатын болсаңыз, онда бірінші ішек қарынды қуырып, содан соң барып өкпені үстіне саласыздар. Ең алдымен мінекей өкпемізді турап алдым, осылай. Содан соң етімді де турап алдым, дайындап. Осындай көлемде турап алдым. Қатты үлкен де емес, кішкентай да емес. Енді қазанымызға керекті мөлшерде сұйық майымызды құйып, осылай ең бірінші өкпемізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Әлі тұзын салмаймыз. Қазір етін салған соң барып тұзын салатын боламыз. Бірінші өкпемізді жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Неке жақсы болып қуырылды, осылай кішкене іседі, содан соң барып қайтадан кішірейетін болады өкпеміз. Неке енді оның үстіне жаңағы тураған етімізді салатын боламыз. Жақсылап қызартып қуырып аламыз. Неке жақсы қуырылып жатыр, қызарып, күшті болып. Енді жуамызды саламыз және тұзымызды саламыз керекті мөлшерде. Жуаны осылай көп салсаңыздар да дәмді болып шығады. Кішкене 15-20 минуттай қуырып, үстіне азғантай мөлшерде қайнаған су құямыз, кішкене етіміз жұмсарғанша. Содан соң сәбізімізді саламыз және 15-20 минуттай қуырып аламыз. Неке сәбізімізде жұмсарды. Енді үстіне картобымызды саламыз. Өздеріңіздің қалағаныңызша салмасаңыз да болады. Мен осылай картоп, сәбіз қосып, көкөністерді қосып жасадым. Оттарымызды салып, енді астын жай отта бұқтырып қоятын боламыз. Піскенше мінекей пісіп қалды. Енді үстіне соңында бауырымызды салатын боламыз. Бауырымызды бірден қуырмаймыз, өйткені бірден қуырсақ бауыр қатып қалады. Сол үшін соңында салатын боламыз бауырымызды. Және 5-10 минуттан кейін тамағымыз уже дайын болады. Осылай бұқтырып алатын боламыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады, әрі езілмей, өзінің етімізде жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.